Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгінгі кезекті видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі бізде қозғалатын тақырып болашақтың табысты мамандықтары туралы әңгімелесетін боламыз. Яғни қандай сала жоғары табыс әкеледі, қай сала сұранысқа ие екенін бірге білетін боламыз. Егер өз болашағыңның жоспарын құрып, еңбегіңнің бағаланғанын қаласаң, онда бұл видео сен үшін, сондықтан да соңына дейін көр. Ең бірінші мамандық ол бізде мұнай-газ саласы мамандығы, яғни өздерің білесіңдер, нефтяниктер өте жоғары жалақы алады, егер де халықаралық компанияларда жұмыс жасайтын болсаңдар, және де өз істеріңнің мамандары болсаңдар. Яғни бұл мамандықтың орташа жалақысы 700 мыңнан 1.500 мыңға дейін барады, және де өздеріңнің тәжірибелеріңе, жұмыс жасағандарыңа байланысты өсе береді. Келесі мамандық ол бізде IT мамандығы. Бұл мамандық негізі өздерің білесіңдер, екі бағытта жүреді. Біріншісі кәдімгі айтишниктер, яғни олардың орташа жалақысы 500 мыңнан 1.200 мыңға дейін барады. Ал екіншісі ақпараттық қауіпсіздік, яғни КМБ-да жұмыс жасайтын айтишниктер, яғни олардың айлық табысы 10 миллионға дейін кете береді. Сонымен қатар, егер де өздерің сайт жасап, приложение ойлап табатын болсаңдар, яғни есесіне оның айлық табысы өте жоғары болады, яғни бұндай еңбекке 40-60 миллион теңге төленетін ұмытпаңдар. Келесі мамандық ол бізде медицина саласы, яғни өздерің білесіңдер, медицина саласының жоғары жалақы табатын мамандықтары стоматология және де хирургия мамандығы. Стоматологияның орташа айлық жалақысы негізі 500 мыңнан басталады, бірақ та екі жағдайға бөлінеді. Егер сендер өздеріңнің жеке клиникаларыңда жұмыс жасайтын болсаңдар, оның айлық табысы 1,5 миллион, 2 миллионға дейін кете беретін. Және хирургия саласы, яғни оның орташа айлық табысы 700 мыңнан 1,5 миллионға дейін барады екен. Келесі сала ол бізде авиация саласы, яғни ұшқыштар, пилоттар. Негізінде ұшқыштар екі пилот болатын білесіңдер, иә? Бірінші деңгейдегі және екінші деңгейдегі. Бірінші деңгейдегі пилоттың айлық жалақысы сәйкесінше 2 миллионнан 8 миллионға дейін болады, ал екінші деңгейдегі пилоттың айлық жалақысы 1 миллионнан 2 миллион теңге арасында жүреді. Және ол тоже өздеріңнің біліктіліктеріңе байланысты. Келесі мамандық маркетинг және сату саласы, яғни бұл мамандық қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың бірі екенін білесіңдер. Яғни бұл мамандықта жалақы негізі өздеріңе байланысты, сендер қаншалықты жұмыс жасайсыңдар, соншалықты жоғары жалақыға дейін барасыңдар. Яғни бұлай орташа айтқан кезде жалақы миллион теңгеден 10 миллион теңге одан да жоғары кете береді. Яғни қазіргі таңдағы тауарларды сату болсын, қызмет көрсету болсын, барлығына керек маркетинг және де сату бөлімі екенін ұмытпаңдар. Өмір бізге таңдаулар береді, ал таңдау біздің болашағымызды қалыптастырады. Бұл видео сенің сол таңдауыңа серпін болсын. Егер де осы видео ұнап пайдаңа жарап жатырса, онда лайк басып, комментарий жазып кет, және де достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше сендермен қоштаспаймыз.